Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтыным қасқырдың маскасы. Біріншіден масканың жасамас бұрын бірінші формасын саз балшықтан жасап аламыз. Тура келтіріп, сол бойынша поролонның көбігінен жасаймыз. Бәрін ойып, кесіп, дайындап, маскамызды бәрін дайындап алғаннан кейін арқасында жамылғысы осы искусственный тері, тері жүннен болады. Осыдан басқа тері таппағаннан кейін енді осыны пайдаланамыз, сұр светін. Енді маскамызды да осыған ұқсатып бояймыз, сұр қылып. Өйткені бәрі-біріне ұқсау керек. Міне маскамызды бірінші қара қылып боядық. Өйткені қара основа болады. Одан кейін барып сұр светке бояймыз. Іш жағын енді бояуға болмайды. Тиетін жағын ол жерге біз мына киізден қалпақ жасадық. Соны орналастырамыз. Арқасына әдейі қалың резинкадан, чтоб киген кезде удобно, жақсы тұратын әдейі осылай резинка тіктік. Енді оны қазір мына поролонға клейлеп тастаймыз. Енді тігуге де болады, бірақ мына жерде бізге ыңғайлысы клейлеу, гелевый клеймен клейлеп тастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне уже біздің бас киіміміз дайын болып қалды, маскамыз. Енді осыған терімізді жабыстырып жалғаймыз. Міне енді мына мехімізбен жабамыз. Мехіміз бізде 1,5 метр. Осыны арқасын тігіп, бір-біріне келтіріп, мына қасқырдың жабуын жабамыз. Біз енді мына мехімізді дайындап кигізіп жатырмыз. 2 құлағының тұсын бізге тесіп дайындау керек. Мына жерге келеді. Клейміз жылтамыз. Болды. Мына мехтің қалыңдығы қалың болғандықтан құлағымыз көрінбей қалды. Сол үшін құлақты кішкене үлкенірек қылып жасап жатырмыз мехтан. Қазір мехті пішіп алып, қойған кезде көрініп тұрады, қандай үлкен емес болып қалады. Қарасаңыз, тура болады. Жоғары қарау керек. Тура келеді. Енді құлағын былай алып, іш жағына жағымыз да ішіне қарай клейлеп тастаймыз. Үш жағы бүйтіп тұрады. Тура сондай ғой. Мынаны да клейлеп тастаймыз.
қазір түсінесіздер. Біткен кезде өзі құлақ, басы құлақ болып тұрады. Өйткені мына жүннен көрінбей қалды ғой құлағымыз. Енді жақсы көрінетін болды. Так. Келді. Болғаннан кейін қабағын жасаймыз. Көріп тұрсыздар да? Құлағы. Сразу. Құлағы. Міне қасқырымызға түрін келтіру үшін, айбарлы түрін келтіру үшін, қорқынышты қылып, қабағы қатулы қылып, сол үшін мына қабағы уже мектан көрінбей қалды. Сол үшін мектан қайтадан үстінен жабыстырып, жаңа қабақ жасап жатырмыз. Қабағымызды осы кішкентай ғана мектің қалдығымен клейлеп келтіріп жабыстырамыз. Өзімнің қабағы кеп тұр, соған үстіне жабыстырсақ болды.